Саламатсыздар ма, құрметті байқауға қатысушылар. Біз әлемнің 7 керемет тақырыбында 3D анимациялық видеоны ұсынамыз. Әлемнің 7 кереметінің бірі Хеопс пирамидасы. Көне дәуірден бүгінгі күнге жеткен жер бетіндегі ең ежелгі құрылыс. Биіктігі бұрын 146 метр болатын, қазір 138 метр. Бабылдың аспалы бақа әлемнің екінші кереметі. Біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырда салынып, біздің заманымыздың 1 ғасырында құрдымға кеткен ғажайып бақ. Аңызға сенсек, бұл жұмақ бақты Вавилон патшасы 2 Навуходоносор өмірлік жары патшайым Аметиске деген махаббатын білдірмек ниетпен салған. Мүсіні Грекияның киелі көне мекені Олимпия ғибадатханасында орналасқан. Мүсіннің биіктігі 12 метр, тұғырымен қоса санағанда 17 метр. Қаңқасы пілдің сүйегімен эбн ағашымен құрылып, алтынмен құйылған. Артемида ғимараты көне Эфес қаласында 5 ғасырда тұрғызылған ғибадатхана. Бұл қазіргі Түркия жерінде орналасқан ғимараттың басқа антикалық кереметтерден ерекшелігі қираған бөлігі сақталып қалған. Бүгінгі күнге бір бөлігі жеткен. Каликарнас табытханасы әлемнің 5 кереметі. Кари жерін басқарған Ахеметтер әулетінің ұрпағы Мавсул патша салдырған биік ғимарат. Бір жағы қорым, екінші жағы табынатын жер, ескерткіш болған. Радос алабы Жерорта теңізінің Радос аралығындағы күн құдайы Гелиостың алып мүсіні. Небәрі 65 жыл ғана тұрған жер сілкінісі кезіндегі жермен жексен болды. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда салынған. Әлемнің 7 кереметі Александрия шамшырағы. Мысырдың Александрия қаласының жақын Фарс аралығындағы шамшырақ. Әлемнің 7 кереметі. Өкінішке орай, ол да жер сілкінісі кезінде қираған. Бір емес бірнеше жер сілкінісін бастан кешкен.